Қайырлы күн, студенттер. Бүгін біз әкімшілік құқығы және еңбек құқығы пәнінен еңбек даулары тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың барысындағы ең бірінші жоспарына келетін болсақ, ол ең біріншісі еңбек дауларының түсінігі және түрлерін қарастырамыз. Жеке еңбек дауларын қарау тәртібіне тоқталамыз және де ұжымдық еңбек дауларын қарау тәртібін қарастырамыз. Ең бірінші сұрақ, еңбек даулары дегеніміз не? Ол қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек туралы заңды қолдану, бұрын қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы реттелмеген, мысалға жеке еңбек, ұжымдық шарттардың орындалуы туралы келіспеушіліктерді еңбек даулары деп атаймыз. Еңбек дауларының екі түрі болады. Ол жеке еңбек даулары және ұжымдық еңбек даулары. Еңбек дауларын туғызатын жағдайлар әртүрлі болып келеді. Ол объективтік сипаттағы факторларына, мысалға, нарықтық экономикаға көшуге, мемлекеттік меншікті жекешелендіруге, жекелеген кәсіпорындардағы өндірістің жағдайына және соған байланысты қызметкерлердің жұмыстан босатылуына орай республикада қалыптасқан әлеуметтік экономикалық жағдайлардан меншік иесінің кәсіпорындарда ауысуы және басқа да себептер болуы мүмкін. Яғни бұл біздің объективтік жағдайын қарастырады. Ал субъективтік сипаттағы себептерге ол мысалға өндірістің ұйымдастырылуын, қызметкерлердің бірлесе еңбек ету мүддесін қамтамасыз ететін әкімшілік басқару аппаратындағы адамдардың қателіктері болуы мүмкін. Біліксіздігі, кәсіпорындардың басшы құрамының еңбек заңы саласындағы құқықтық даярлығының жеткіліксіздігі, жалдамалы қызметкерлердің де құқықтық санасы онша жоғары бола бермей, өздерінің еңбек құқықтары мен міндеттерін жетік білмейтін қызметкерлердің жұмыс берушіге негізсіз талаптар қоятындығы, бұлар барлығы біздің субъективтік сипаттағы себептерге жатқызамыз. Сосын келесі, яғни жеке еңбек даулары. Еңбек дауларын жаңа айтып кеттік, жеке және ұжымдық талап қоятын және талап қоймайтын түрлері болады. Жеке еңбек даулары өздерінің бұзылған еңбек құқықтарын тану немесе қалпына келтіру туралы жұмыс берушіге талап қоятын жекелеген қызметкерлердің бастамасы бойынша туындайды. Жеке еңбек дауларын міне көріп отырғандай келесі түрлерге бөлінеді. Ол жалақы мәселесіне қатысты даулар, кепілдіктер мен өтемақы мәселесіне байланысты даулар, жұмыс уақытына байланысты, басқа жұмысқа ауысумен байланысты, демалыс мәселесіне қатысты, еңбекті қорғау мәселесіне байланысты, жұмыстан босатуына байланысты, еңбек тәртібі және тәртіптік жазаларға қатыстуы, және де қызметкерлердің өздері келтірілген зияны үшін материалдардың жауаптылығына қатысты даулар жеке еңбек дауларының түрлеріне жатқызамыз. Ал ұжымдық еңбек даулары, ол еңбек ұжымдарының өкілетті қызметкерлердің өкілді орган мен жұмыс берушінің немесе басқарудың салалық органдардың арасында еңбек туралы қолданылып жүрген заңдардың қолдануы, қызметшілер үшін жаңа еңбек және тұрмыстық әлеуметтік экономикалық жағдайлар туғызу немесе қазіргідегі өзгерту жөнінде ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасу және оларда көзделген шарттарды орындау мәселелері жөнінде туындайды. Бұл барлығы біздің ұжымдық еңбек дауларына байланысты болып келеді. Талап қоятын еңбек даулары еңбек туралы заңды, ұжымдық шарттар мен өзге де еңбек туралы келісімдерді қолдану жөнінде келіспеушіліктерді шешуге байланысты болады. Бұл жағдайда дауласушы қызметкер өзінің бұзылған құқығын тану немесе оны қалпына келтіру туралы талап қояды. Талаптық сипаты бар еңбек даулары көбінесе жеке адамдардың даулары болып келеді. Олар яғни талап қоймайтын сипаттағы еңбек даулары жеке және ұжымдық болуы мүмкін дедік қой, жаңа айтып кеткенде екіге бөлінеді деп. Ұжымдық еңбек даулары ол талап қоймаушылық сипатта болып келеді және айрықша тәртіппен қаралады. Сонымен қатар бізде осы жаңа ұжымдық еңбек дауларын шешудің негізгі қағидаттары бар. Ол біріншісі тараптардың тең құқықтылығы, екінші дауды қарау рәсімінің келістірушілік серіктестік сипаты, әлеуметтік еңбек қатынастарын қарайтын комиссияда тараптар өкілдерінің тең құқықтылығы, қабылданған шешімдердің дауласушы жақтар үшін міндеттілік сипаты, қабылданған шағымдану жөнінде кассациялық инстанцияның болмауы,
Бұл барлығы яғни ұжымдық еңбек дауларын шешудің негізгі қағидаттары болып келеді. Сонымен қатар еңбек дауларының себептеріне тоқтасақ, ол жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біз жеке сананың қоғамдық санадан қалып қоюы, яғни басшылардың бойынан бұл жалданбалы қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін елемеуінен және тағы да басқалардың көріністерінен табуы мүмкін. Ал екіншісі ол құқықтық мәдениеттің жеткіліксіздік деңгейі, яғни басшылықтың жалданбалы қызметкерлердің еңбек туралы заңдарды білмеуі немесе нашар білуі болып табылады. Еңбек дауын қарастыратын органдар. Еңбек дауларын не арнайы органдар, не еңбек дауларын шешу міндетіне және осы үшін белгілі бір өкілеттіктерге ие соттар қарастырады. Еңбек дауларын қарастыратын органдарға мыналар жатады: басшылық немесе кәсіподақ органы, яғни еңбектің және жеке жағдайларын белгілеу немесе өзгерту туралы; келісім комиссиялары тараптардың келісім бойынша; еңбек төрелігі, татуластыру комиссиясы және де сот. Осы талап қойшылық сипаты бар жеке еңбек дауларын шешудің мынадай түрлерін бөліп көрсетуге болады. Яғни біріншісі ол еңбек дауын келістіру комиссиясында немесе сотта қаралуы мүмкін. Бұл жалпы тәртіп болып табылады. Бұл тәртіп даудың шешудің рәсімін бір жақтың қаралуын қарайды. Екі жақтың келісіміне қол жеткен жағдайда еңбек дауын келістіру комиссиясын қарауы мүмкін. Еңбек дауының сот тәртібімен шешілуі бұған балама болып табылады. Яғни бұл жаңағы еңбек дауын шешудің бірінші түрін бөліп көрсетсек, екіншісі ол қызметкерлердің белгілі бір топтардың еңбек дауларын белгіленген арнаулы іс жүргізу ережелері арқылы қаралатын айрықша тәртіп болып табылады. Біріншісі балама тәртіп болса, екіншісі айрықша тәртіп болып келеді. Сонымен қатар екі жақтың келісімі бойынша еңбек дауларын келістіру комиссиясында қаралуы мүмкін. Келістіру комиссиясы екі жақтың бірлескен шешіміне орай жұмыс беруші мен қызметкердің саны тең өкілдерінен теңдік жағдайынан құрылады. Жұмыс берушінің өкілдерінің ұйымының басшысы тағайындайды және ол тиісті бұйрықпен бекітеді. Қызметкердің өкілдері келістіру комиссиясы ұйымының жалпы жиналысында, яғни конференциясында сайланады. Сонымен қатар келістіру комиссиясы өз құрамының комиссиясының төрағасы мен хатшысын сайлайды. Келістіру комиссиясы еңбек дауын қызметкердің арызы келіп түскен күннен бастап 3 күн мерзім ішінде қарайды. Белгіленген мерзім арыз түскен күннің ертеңнен бастап есептеледі. Және де қызметкердің арызын қарау нәтижесі бойынша келістіру комиссиясы шешім қабылдайды және ол шағымданушыға беріледі. Шағымданушының талаптарын қанағаттандырған келістіру комиссиясының шешімін қарсы жақ 3 күн мерзім ішінде орындайды. Егер комиссияның шешімі қызметкердің талаптарын қанағаттандырмаса, онда еңбек дауы сот тәртібімен қаралады. Аудандық қалалық соттар қызметкерлер мен жұмыс берушілер арасында келіспеушіліктерді шешу үшін шағымдана алатын еңбек дауларын қарау жөнінде дербес органдар болып табылады. Еңбек дауы жөнінде келістіру комиссиясының шешімін қайта қарау өкілеттілігі сотқа берілмеген. Сотта тікелей кәсіпорындар қызметкерлердің арызы бойынша келістіру комиссиясында келіспеушіліктерді қаралмаған еңбек даулары, сондай-ақ шаруа қожалықтарында жеке еңбек шарттары бойынша жұмыс істейтін адамдардың арыздары бойынша еңбек даулары қаралады. Соттар қызметкерлердің кәсіпорынға немесе кәсіпорынның қызметкерге келтірілген зияндардың орнын толтыру жөнінде арызы бойынша дауларды қарауды тікелей өз іс жүргізуіне қабылдайды. Сонымен қатар соттар сондай-ақ шетел азаматтарының, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдік ұйымдардың, заңды тұлғалардың, шетелдерге қатысатын ұйымдардың еңбектік құқықтық қатынастарын туындайтын даулар бойынша талаптарды да қарайды. Сонымен қатар келесіге тоқталсақ, ұжымдық еңбек дауларын шешудің келесі кезеңдерден тұрады. Яғни бірінші кезеңі ол талаптар қою, екінші кезеңі дауды тараптардың қарауы, үшінші кезеңі дауды татуластыру комиссиясының қарауы, төртінші кезең ұжымдық еңбек дауын еңбек төрелігі арқылы шешу және де соңғы бесінші кезең ұжымдық еңбек дауларын сотта қарау. Ал енді балалар, бүгінгі осы еңбек дауы тақырыбын түсіндіре отырып, сендерге осындай тапсырма берілді. Бірінші тапсырма, яғни ол есеп шығару. Есепте өздеріңді оқып, астында сұрақтар берілген.
сол есепті шығарасыңдар. Екінші тапсырма ол глоссарий құрастыру. Міне еңбек дауы, еңбекке ақы төлеу, жалақы, жұмыс беруші, қызметкер деген сөздерді үш тілде, яғни ағылшын, орыс тілі және қазақ тілінде жазып, сөздерін қазақша анықтамасын толығымен бересіңдер. Берілген тапсырманың жауаптарын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық құқықтық жүйесі сайтынан таба аласыңдар, яғни әділет.зан.kz сайтынан қарай аласыңдар. Назарларыңызға рахмет.